Баршаңызға сәлем. Бүгін американдықтардың таңғы асқа дайындайтын қимақтары панкейктер жасайтын боламыз. Каналға тіркеліп, лүпіл басуды ұмытпаңыздар. Ол үшін алдымен 3 жұмыртқаны ағы мен сарысынан ажыратып аламыз. Содан соң жұмыртқаның сарысын 4 ас қасық қантпен ағарғанша миксермен араластырамыз. Жұмыртқамыз ағарған соң үстіне 350 мл жылы сүт құйып, 250 грамм електен өткізілген ұнды ақырындап қосамыз. Массамыздың үстіне 4 ас қасық сұйық май құйып, біркелкі массаға айналдырамыз. Енді ақуызға шым-шым тұз қосып, миксердің жылдамдығын жоғарылата отырып, толықтай қою масса болғанға дейін араластырамыз. Ақуыз мискадан түспейтіндей дәрежеге жетуі тиіс. Ақуызды екінші массамызға қасықтың көмегімен жоғарыдан төмен қарай араластыра отырып, бірнеше бөлікке бөліп саламыз. Араластырған кезде массамыздың көлемі өзгермеуі тиіс. Дайын болған соң қызып тұрған табада екі жағынан қызарғанша пісіріп аламыз. Оттың температурасын орташа жылдамдыққа қойып пісірсеңіз, ортасы толықтай пісіп, екі жағы да әдемі түске боялып піседі. Ескеретін жайт, панкейктарға көпіршіктер шыға бастаған кезінде бірден екінші жағына алмастырыңыз. Сол кезде көлемі жағынан ұлғайып, өте жұмсақ болып піседі. Неге панкейктарымыз дайын. Дәміне қарай бал немесе ерітілген шоколад берсеңіздер болады. Сіздермен болған Асылжан, астарыңыз дәмді болсын.